Каспий теңізінің акваториясында 3 туысқан қыз үрмелі матраста өздігімен жағаға жете алмай жатқаны туралы ақпарат келіп түсті. Оқиғаның себебі желдің күшеюі салдарынан теңіз толқынының көтерілуіне байланысты болды. Сағат 15:00-де жергілікті жедел құтқару жасағының құтқарушылары екі бірлігі бар жүзу құралдарымен қыздар жоғалған ауданда теңіз акваториясында іздеу жұмыстарын бастап кетті. Сағат 3:30-дарда өзара іс-қимыл жоспарлары шеңберінде шекара қызметінің кемесі тартылды. Сондай-ақ Ақтау теңіз порты, Қазмұр-Трансфлот мекемесінің және Астрахан қаласының теңізде құтқару орталығына іздеуге көмек көрсету мақсатында жедел ақпарат жіберілді. Сағат 18:00-де Қазавиақұтқару акционерлік қоғамының Ми-8 әуе кемесі көтерілді. Сағат 23:00-де іздеу жұмыстары күн шыққанға дейін тоқтатылды. Іздеу жұмыстары барысында қамтылған аумақтың көлемі 20 шаршы шақырымды құрады. Келесі тәулікте сағат таңғы 6:00-де іздеу жұмыстарын жүргізу кезінде Қазмұр-Трансфлот мекемесінің Сұңқар кемесінің экипажымен үрмелі матраста қалқып жүрген 3 қыз құтқарылды. Зардап шеккендер жағалаудан 22 шақырым қашықтықта және Ақтау қаласының солтүстікке қарай 30 шақырым қашықтықта болғанын айтып өткім келеді. Сайын Шапағатов ауылы маңында. Сағат 10:00-де зардап шеккендер Ақтау теңіз портына жеткізілді. Онда департаменттің медицина және апаттар орталығы мен қыздарға психологиялық көмек көрсетілді. Келген кездегі қыздардың жағдайлары тұрақты деп бағаланды және медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ. Алайда бүгінгі күнге дейін әлеуметтік желілердегі әртүрлі комментарийларға ақпарат бергім келеді. Бірінші мәселе бойынша ол құтқарғандар төтеншелер департаменті емес деді, оларды Баку балықшылары тапты деген ақпарат комментарий түсті. Қыздарды Қазмұр-Трансфлот мекемесінің Сұңқар кемесі тапты. Ол Қазақстанның компаниясы. Ешқандай Баку балықшылары емес. Бірақ бұл ретте қыздар жоғалған күні көмек көрсету мақсатында іздестіру туралы жедел ақпаратты департамент жібергенін түсіну қажет. Осылайша бұл ең алдымен бірлескен жұмыс екенін айтқым келеді. Әрине, Қазмұр-Трансфлот мекемесінің кеме экипажына алғысымыз шексіз. Екінші, ата-аналар сағат 8-ден кешкі 20:00-ден кейін іздемейтін туралы департамент айтты деген комментарий бойынша. Шағын көлемді кемелерді пайдалану қағидаларына сәйкес тәуліктің қараңғы уақытында бағдарлардың ориентирді және көрудің мүмкіндігі болмауы себебінен және соның салдарынан құтқарушылардың өміріне қаупі төну ықтималдығынан теңіз және әуе іздеу жұмыстары жүргізілмейді. Бұл туралы ақпарат жоғалған қыздардың туыстарына хабарланды. Сонымен қатар іздеу таңертең қайта басталатыны туралы жеткізілді. Сонымен қатар дауылды ауа райына және тәуекелдердің болуына қарамастан құтқарушылар өз міндеттерін адал орындады. Үшінші, оларды жұмыс істейтін қайық немесе тіпті бинокль жоқ департаментте. Бөлімшелерде қайықтар, бинокльдер және басқа да қажетті жабдықтар бар. Айта кету керек, жыл сайын департаменттің құтқару бөлімшелерінің арқасында бірнеше ондаған адам құтқарылды. Тек ағымдағы жылдың осы күніне дейін теңізде 33 адам құтқарылды. Осылайша құтқарушыларда қайықтардың немесе басқа да құтқару мүлкінің жоқтығы туралы айту дұрыс емес деп есептейміз. Қазіргі осы брифинг біткеннен кейін департаменттің артқы дворында, ауласында шығып көруге болады. Жергілікті атқарушы органдардың көмегімен бүгінгі күні 30 дана жаңа арнайы техника алынды. Ондай жаңарту техникаларды мүліктерді жыл сайын жоспарлы жүйеде жүргізіп жатыр. Төртінші, тікұшақты кемені ата-аналары өздері жалдады деген мәселе бойынша. Зардап шеккендердің ата-аналары тікұшақ пен кемені жалдамады. Жалпы қыздардың туыстарымен іздеу жұмыстарын жүргізуге қандай да бір төлем жүргізілмеді. Барлық шығыстар мемлекеттік бюджет есебінен жүргізілді. Қорытындылай келе, әлеуметтік желілердің комментарийларында ақпаратты жалған таратқан үшін қолданыстағы заңнама шеңберінде жеке тұлғалардың жауапкершілігін қарау жоспарлануда. Сонымен қатар, оқиғадан бір күн бұрын жіберілген желдің күшеюі және жабдықталмаған жерлерде шомылуға жол берілмеу туралы 112-ден келген SMS хабарларды назарға алған жағдайда бұл оқиғаны болдырмауға болатын деп есептейміз. Сонымен қатар, су айдындарындағы бос уақытта жауапсыз қарау салдарынан департамент құтқару бөлімшелерінің тіпті әуе кемесінің күштері мен құралдары барынша көп саны жұмылдырылды. Кейде сол сәтте басқа да адамдарға шұғыл көмек мұқтаж болуы мүмкін. Осыған байланысты облыс қонақтары мен тұрғындарын су айдындарындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға және 112-ден келетін SMS ескертулерді назардан тыс қалдырмауға шақырамыз. Департамент өз тарапынан тиісті жұмыстарды атқарды. Шұғыл атқарды. Өз күш құралдарын толықтай жұмылдырылды. Тікұшақ көтерілді. Барша мекемелер өзара қарым-қатынас взаимодействие жасалатын мекемелердің түгелі хабарланды. Барлығы осы бірлескен жұмыстың арқасында
осы қыздар аман есен құтқарылды деп есептеуге болады. Біздер өз тарапымыздан тиісті алгоритмдерге сәйкес барша жұмыстарды толық көлемде атқардық. Біз егер ақпарат бермегенде, тиісті ақпарат жолдамағанда, онда мысалы Қазмұртрансфлот, аэропорт, мана оның одан бөлек Ресей Федерациясында ақпарат бердік, онда мүмкін олар табылмайтын еді. Себебі Қазмұртрансфлот таңға шыққан кезде осы негізі бағыты, осы қыздарды қарауға, жолдың бағытын қарауға негізі соған бағытталған болатын. Қазмұртрансфлотқа біз жолдадық. Қазмұртрансфлоттың оператор өздерінің диспетчерлік қызметі теңізде кемелерге жолдап осындай ақпаратты жіберді.